Мен Имашхан Балғымбай, математика пәнінің мұғалімімін. Бүгін сіздермен шығармашылық жолының бастауында кездесіп отырғаныма қуаныштымын. Математика тек ғылым емес, сонымен қатар шығармашылық ойлау, логикалық талдаудың негізі. Мен үшін мұғалім болу тек білім беру ғана емес, әр оқушының қабілетін ашып, олардың өзіндік жолын табуға көмектесу. Математика арқылы тек формулаларды жаттап қана қоймай, өмірлік маңызды мәселелерді шешуге, сыни ойлауға және тапқырлық танытуға үйрету басты мақсатым. Мен бүгінгі таңда білім беру саласында 2 жылдай еңбек етіп келемін. Күн сайын алдымда адал көздермен жәудіреп отырған шәкірттеріме зер сала қараймын. Қарап отырып ойланамын. Алға үмітпен талпынған олардың алдында менің де ұстаз ретінде үлкен жауапкершілігім бар екенін іштей сезінемін. Сондықтан да мен өзіме қоятын талабым, алдыма қойған мақсатым жоғары деңгейде болуы тиіс. Себебі сол жарқыраған шамшырақты жаға білу менің ұстаздық парызым. Сыныптағы оқушылардың бірі зерек, бірі алғыр, бірі енжар, бірі баяу, ал енді бірі тым пысық. Ал менің бәріне беретін білім мазмұны да мен қоятын талабым бір дейді. Оқыту процесінде әр оқушының жеке ерекшелігіне ескере отырып, оларға қажетті қолдау көрсетуге тырысамын. Олардың бойында сенімділік қалыптастырып, қиындықтардан қорықпай, мақсатқа жету жолында табандылық танытуға үйрету менің басты міндетім болып табылады. Сонымен қатар әр сабақтың шығармашылыққа толы болуына ерекше мән беремін. Математикада қиын есептерді өмірлік жағдайлармен байланыстыра отырып шешу, немесе логикалық ойындар арқылы оқушылардың назарын арттыру тәжірибемдегі маңызды. Алдағы уақытта білім беру саласындағы жаңа әдістермен меңгере отырып, оқушыларға сапалы әрі тиімді білім берудегі мақсатым математика арқылы оларға әлемге деген көзқарасын кеңейтіп, ойлау қабілетін шыңдауға өз үлесімді қоса беремін. Қорытындылай келе, жаңа мектептің табысты дамуымен жаңашыл ұстаздың орны ерекше. Үздіксіз ізденіс пен жаңалыққа ұмтылыс арқылы ғана білім беру саласында озық жетістіктерге жетуге болады. Білімге құштар, жан-жақты дамыған тұлғаны тәрбиелеу менің ұстаздық жолының басты мақсаты.